Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Кеңістікте бағдарлау, түзету сабағы. Мен пән мұғалімі Гүлнара Жұманалиевна. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық сәттен бастағанды жөн санадым. Олай болса барлығымыз қормен мына бір әдемі өлең жолдарын қайталайық. Күлімде күн күлімде, жер жасарып көгерсін, нұрын сыйлап біздерге, көкте мәңгі күн тұрсын. Өткен сабақты қайталап, еске түсірейік. Тапсырма сіздерге берілген. Күнделікті өмірде мінетін көліктің суретін салу. Менің оқушым Байдуан Әсемай үй тапсырмасын толық орындап шықты. Балалар, слайдтан ненің суретін көріп тұрсыңдар? Қане ойланып көріңдерші? Дұрыс айтасыңдар. Метроның суретін көріп тұрсыңдар. Жаңа сабақтың тақырыбы көлік. Оқу мақсаттары. Метро туралы түсінік қалыптастыру. Метроның функционалдық аймақтарын білу. Метро қаладағы жолаушыларды тасымалдайтын көліктің түрі. Метро жолы жер астында туннельдерде, жердің бетінде қала көшелерінен оқшауланған. Не жерден көтеріңкі үстінде салынады. Жерден көтеріңкі орнатылған метро өзен, темір жол, автожол, тағы да басқа бөгеттердің үстінен өтеді. Метроның жерасты жолмен жүретін түрі көп тараған. Яғни ол көлікке, жаяу жүргіншілерге ешқандай кедергісі жоқ. Әр қаланың қалыптасқан архитектуралық көрінісіне және жер асты коммуникацияларына ешқандай нұсқан келтірілмейді. Ал балалар, бұл суреттен нені байқап тұрсыңдар? Бала қандай әрекет жасап тұр? Дұрыс айтасыңдар. Яғни бізде қазір балалар сергіту сәті, көз жаттығуларын жасаймыз. Метро негізінен үлкен қалаларда, миллионнан астам халқы бар қалаларда салынады. Ең алғашқы метро Лондон қаласында 1860 жылы салынған. 1890 жылдан бастап метро терең туннельдерге салынып, онда электрлік көлік ретінде пайдаланылған. 1868 жылы Нью-Йоркте жерден көтеріңкі салынған. Алғашқы метро іске қосылды. Европадағы алғашқы метролар Будапештте, Венада және Парижде салынған. Балалар, енді сіздерге тапсырма. Метроның суретін салу. Балалар, бүгінгі тақырып сендерге түсінікті болса, онда өз-өзімізді смайлик арқылы бағалайық. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер менің сабағым сізге ұнаса, өз пікіріңізді жазып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.